Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді қышырлақ самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырларымызды осылай жақсылап шұқа қылып, ортасын кішкене томпақтау, қалыңдау қылып жайып алатын боламыз. Біртіндеп барлығын жайып шығамын. Егер сіздерге осы самсаның тестасының қажет болатын болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Мен сіздерге сразу дайынын көрсетіп жатырмын. Қажет болса жазып кетіңіздер. Және де менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды жайып алғаннан кейін ішіне салмасын салатын боламын. Салмасына мен ет, кішкене фарш, одан кейін пияз және де картошка салып, тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырып алдым. Кейін осылай мұны үшбұрыш қылып түйіп алып, шетіне бүйтіп бүріп қоятын болсақ, сол кезде әдемі гүл самса шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай барлығын түйіп алғаннан кейін тапамызға жайғастырып алатын боламын. Бұл гүл самсамыз көп орын алмайды, және көп кететін болады. Жасап көріңіздер. Бетіне осылай жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып жағып шықтым. Осының бетіне қазір күнжіт шашатын боламыз. Газымызды 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған газге жарты сағатқа қойып пісіріп алатын боламыз. Осындай өте дәмді, биік болып көтеріліп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.